Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ас қабақ қосылған сорпа дайындаймыз. Бұл сорпаны біздің үйдегі балалар өте қатты жақсы көреді, тіпті қайта сұрайды. Сол үшін сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Негізінде бұл сорпа кішкентай ас қабақпен өте дәмді болып шығады. Бірақ сізде үлкені болса, онымен де жасай беріңіз. Айырмашылығы аса білінбейді. Ең алдымен біз ас қабағымызды ашып, тазалап аламыз. Одан кейін бізге керегі бір дана пияз, бірнеше сарымсақ және 3-4 картоп керек болады. Барлық көкөністерді сорпаға дайындап, майдалап турап аламыз. Тек сарымсақты ғана шетке алып қоя тұрамыз. Өйткені оны қазан қайнағаннан кейін ғана салатын боламыз. Қазандағы қызып тұрған майға пиязды сарғайғанша қуырып аламыз. Үстіне картопты салып, екеуін бірге қуырамыз. Одан кейін оның үстіне аздап қана томат қосуды ұмытпаңыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін асқабақты саламыз. Оны да кішкене араластырып жіберіп, үстіне толықтай жабылғанша су құямыз. Осы кезде тұз себуді ұмытпаймыз. Мен негізі басқа дәмдеуіштер қоспаймын, бірақ сіз қаласаңыз қоссаңыз болады. Қазанымыз қайнағанға дейін сарымсақты майдалап турап дайындап қоямыз. Шамамен жарты сағат қайнағаннан кейін тамағымыз толықтай піседі. Осы кезде блендермен немесе шанышқының көмегімен бір келкі масса болғанға дейін толықтай езіп аламыз. Міне осылайша жасалуы өте оңай әрі дәмді сорпамыз дайын болды. Сорпаны ұсынарда аздап қаймақ қосуды ұмытпаңыз. Сонда жақындарыңыз тамсана отырып ішіп қоятынына сенімдімін. Рецепт ұнаса, видеоға лайк баса кетіңіз. Алдағы уақытта дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға да тіркеліп қойыңыз.